Қайырлы таң, қазақ елі. Бүгін Қазақстан Республикасының халық артисі, Парасат орденінің иегері Нүкетай Мышбаева 80 жасқа толып отыр. Нүкетай апай, мерейтойыңыз құтты болсын. Қазақстан ұлттық арнасының атынан. Рахмет, Жазира, рахмет айналайын. Нүкетай апа, көктемнің бір әдемі шуақты күнінде дүниеге келгенсіз. Енді осы мерейтойыңызда сахнада көрерменіңізбен бірге атап өту жоспарыңызда бар ма? Ол өзі қызық екен. 80-нің қалай келіп қалғанын да білмей қалдық. Мені танитындардың бәрі, 80-ге келдің, 80-ге келдім енді деймін. Сонда ғана өзім біртүрлі қартайғанымды есіме алып, ойбай, қалай екен, бұлай екен деп қалам. Бірақ та бір жағынан қуанам. Неге десең, 80-ге келген де бар, келмеген де бар. Менің достарым 80-ге келмей кетіп қалды көбісі. Бірге жүрген анау Фарида екеуміз түйдей жас дедік, ол кетіп қалды. Соны кейде ойлайсың, шіркін-ай, әзірде жүре берсе екен деп. Ал енді әрине қазір көктем мына наурыз айында, мен наурыз айының 9-ында дүниеге келіппін. Шешем айтатын, ой жарығым, сен ең бір жақсы ұлы күнде, ұлы айда тудың, берекелі айда тудың, сен өнердің баласысың. Сен шешем тәрбиеледі мені өнерге. Өзі әнші болатын, өзі сол ауылдың айтыскер, ақыны сияқты болатын, сазгер болатын. Қазір көп бізде той деген, өте көп. Сондықтан да 9-шы наурызда туған мен сол күзге таман. Октябрьдің 1-інде ма, сентябрьдің аяғы ма, сонда жасаймын үлкен тойды. Сіз театр сахнасында, кинода қанша рөлдер сомдасаңыз да, телекөрермендер үшін Теңгетай болып қалдыңыз. Сізді солай жақсы көреді. Ал сол Теңгетай бейнесінің сіздің шығармашылығыңыздағы орны қандай? Менің қатарым, менің кейінгі қатарлар, енді жастар әрине білмес, сол кездегі бірақ телевизор болды ғой, қара жәшік. Өзі ең бірінші, ешқандай басқа программалар жоқ, тек қана сол Қымызхана деген бір керемет бағдарлама жасады. Онда бір 5-6 қызды шақырып, әлгі қазір кастингі дейді ғой. Сонда мен байқұсты алыпты, оны қалай алғанын да білмеймін. Қуандым онысына. Өзі өлең айтатын. Өзі бір сылқым жеңгей, ауылдың әлгі қымызын сапырып, рахаттанып, ол қымызды сапырудың өзінің де мәні болады ғой. Сол Теңгетай бейнесіндегі өзіңіздің орындаған әніңізді қазір көрерменнің есіне түсіріп, бір-екі шумақ шырқап бере аласыз ба? Кім ішпейді қымызды, бәрі ішеді сәулем-ай, дертке қуат болсын деп, кәрі ішеді сәулем-ай. Бие саумай сыр ішіп, отыр дейді сәулем-ай. Ауылдағы жігіттің келіншегі дәурен-ай. Керек емес қарағың, керек емес шарабың, балғымызды бәрінен бағалырақ санағын, бағалырақ ау санаған беу депті ғой. Қымызханада біз дайындық жасаймыз ғой. Сонда 3-4-5-6 жігіт келіп студияға келген. Қалай оны жібергенін білмеймін, толып. Осындай бір келіншек қымыз сататын көрінеді. Ой, бірмай, соның қолынан бір қымыз ішсек екен деп, сондай бір қызық болатын өзі. Тоқпановтың тоқпағынан шыққан, соғысының үмітін ақтаған шәкірттерінің бірісіз. Ал ұлы ұстазыңыз сіздің жадыңызда қандай бір ерекше қасиетімен қалды? Біз әнге келгенмен, вокалға келген, әнге құжаттарымды тапсырып, отырғанымда Бекен Жылысбаев дейтін қабылдады. Сосын мен Роза Бағлановаға еліктегем. Роза Бағланованың әндерін сақылдатып айтам. Есіктен біреу кіріп келді. Сөйтіп еді үре келді барлығы. Енді ол Асекең мен қайдан білейін?
бір уақытта келіп отырды, Мышбаева өлең айтып жатыр еді. Мен қоя қойдым. Сосын Бекен Жылысбаева айтты, айта қой бір-екі өлеңіңді, айт дейді. Танцуй, вакруцуй деп тегі. Соны айтып, бәрі тобылдым бұра тоғыз беріне тағылған деп әлгі кімнің әндерін соғып отырым. Бір уақытта Тоқпанов қаратта шәксілесі қатып күлді. Оны атып отыр екен ғой бұл кісі дедім. Сөзден сөйттім, алатын болды ғой мен деп, шынымен енді. Сөйтіп отырғанда, қайдан келдің деді. Нарынқол ауданынан. Ой, айналайын, Райымбек бабамның ауылынан келген екенсің ғой деді. Сосын қарап тұрды да, әй, кішкентай қыз, Мышбаева, Роза біреу, екеу болмайды, өстіп сөйлейді өзі. Сен одан да актерлар дайындайтын курсқа кел. Сен драманың актрисасы боласың деді. Не керек сол Тоқпановтың 4 жыл оқыдым. Өте білімді. Бізге қажырлықты, бізге білімділікті, соның бәрін 4 жыл бойы үйретті. Сөйтіп бармаймын деп жылап еңіреп жүрген театрымнан, киелі саханамнан мен бақытымды таптым. Өміріңізді өнерге арнағаныңызбен сіздің отбасыңыз, бала-шағаңыз, барлығы анаңыз басты орында тұрды. Театр мен отбасына қалай уақыт жеткіздіңіз? Әрине, біз ауылда шыңданып өскен қазақпыз. Көрмегенді көріп өскен, әсіресе мен соғыс уақытысында 5-6 жасқа келген қызбын, бірақ бала болған жоқпыз. 4 ағайымды әскерге алып кеткенде шешемнің зарлағанда olsun. Жеңгем жаңадан үйленіп, күйеуі сонда кетіп бара жатқанда, сол суреттің барлығы көз алдымда. Тәттінің дәмін көрмей өскен ұрпақпыз. Семья құрғаннан кейін 2 жақты балағамыз болды, қызымыз болды, жарығым. Сонда таң ертең театрға келеміз, дайындығымыз. Одан кейін телевидениеға келеміз, қымызғанамыз бар, басқамыз бар. Одан кейін кешке жоқ келіп спектаклімізді ойнаймыз. Одан кейін кешке жоқ спектакльден кейін дубляжға барамыз. Сонымен сағат 2-лерде үйге деп бірақ құлаймыз. Соның бәрін үлгереміз. Кешке шейін үйде отырсақ, осындай дәрежеге жетпес дедім мен. Мысалы, әрине қиыншылығы да болды оның, қызығы да болды, бірақ өміріме ризамын. Биылда сіз бір топ өнер мен әдебиет майталмандарының қатарында президенттік стипендияға ие болдыңыз. Осындай марапат өзіңіз сияқты өнер адамдарына бір ерекше күш қайрат беріп, бір шабыттандыратын шығар. Енді осы туралы ойыңызды біле отырайықшы. Мен ең бірінші әлгі государственный стипендия дейтін еді. Содан 1-2 жыл алдым, жасырақ кезімде. Осы 2-ші жыл биыл алдым. Ол әрине керек қой. Ол және айлық азық жылдық үнем болмайды. Бір көңілдің бір шаттығы сені марапаттап жатса, саған тиын тебенді беріп жатса, әрине қуанасың. Мен артымды ойлаймын. Бұрынғы масақ теріп, аузымыз нанға жармай жүргенде, қазір жұмақ. Әңгімеңізге, әдемі әніңізге біз көп рахмет айтамыз. Осылай әніңізді шырқап, көрерменіңіздің алдында аман-есен жүре беріңіз. Рахмет жаным, рахмет. Құрметті көрермен, сіздер Қазақстан Республикасының халық әртісі Парасат орденінің иегері Нүкетай Мышбаеваның әңгімесін тыңдадыңыздар. Ұлттық арнадан алыстамаңыздар.